туған жерден, қасиетті елімізден, Қазақстаннан, Алматы облысы Қаратал ауданы Қалпе ауылында жатқан Жолбарыс батыр әулие би зиратынан бір уыс топырақ алып келе жатыр. Біз оны қазіргі уақытта күтіп тұрмыз. Қазақта қасиетті туған жердің киелі топырағы деген болады. Бірі біз көпке күткен осы киелі топырақты Жолбарыс атамыздың зираты кесенесінен алынған қолымызға тиді. Бұл топырақты енді біз Тверь облысы Ржевск ауданы Турбида ауылда жатқан бауырластар зиратында Қасым Болтаев қазақ жауынгерлері, Қазақстан жауынгерлеріне зиратқа, бауырластар зиратқа алып барып саламыз. Қасым Болтаев 1920 жылы Қаратал ауданы Қалпе ауылында дүниеге келген, бұрынғы Алматы облысы. Ал 1923 жылы Кемел ағамыз, Кемел Тоқаев осы Қалпе ауылында дүниеге келді. 1941 жылы Ұлы Отан соғысы басталған кезде Қасым Болтаев, Қасым ағамыз соғысқа аттанып 1942 жылдың ақпан айында ерлікпен осы Турбида селосында Москваны қорғауда ерлікпен қаза табады. Қазір осы бауырлас зиратында жатыр. Ал енді Қасым ағамыз бен Қасым Болтаев, Кемел ағамыз Жолбарыс атамыздың шөберелері туған. Жолбарыс атамыз ол Наурызбай, Бөгенбай, Қабанбай, Райымбек батырлармен үзеңгілес болып елін жерін қорғаған батыр. Қасымбек Кемел осы кісінің туған шөберелері Жолбарыс атамыздан топырағын алу зираттан. Бұл өте бір дәстүрлі шөберелерге тәрбиелік келесі ұрпаққа бәрі зор іс деп ойлаймын. Қазақстандық жауынгерлерге туған жерінің топырағын, бөтен жерде жатқан жауынгерлерге туған жерінің топырағын салуды ұйғардық. Сол жақтан туған жерінен Қазақстаннан алып келдік. Қазақ жауынгерлері, қазақстандық жауынгерлердің Қасым Болтаев ағамыздың бауырластар зиратына топырақ алып жатыр.